Қайырлы күн ұстаздар, бүгін мен сіздерге кәдімгі біз жиі қолданатын әлеуметтік желі WhatsApp-та сауалнама алудың жолымен бөліспекшімін. Қазіргі таңда WhatsApp жаңартылды, яғни обновление болды. Енді осы жерде біз сауалнама алсақ болады. Ол үшін біз не істейміз? Мына скрепка батырмасын басамыз. Мына жоғары жақта диаграмма сияқты опрос деген белгі тұр, соны басамыз. Сол жерде бізде создать опрос деген терезе шығады. Осы жерге біз өзіміздің қандай да бір сұрағымызды қоямыз. Мысалы, сізге біздің сынып ұнайды ма? Мына жерде смайликтерді қоссаңыз болады. Сосын галочкамен белгілеңіз десек болады. Мысалы, міндетті жауап беру міндетті болсын. Сосын бізге иә, ұнайды, жоқ. Осылай жазамыз. Иә, ұнайды, жоқ. Орташа дейін, мысалға құрып жатырмыз. Сосын мына жіберу батырмасын басамыз. Міне, осы жерде біз жауап береміз. Сосын мен сыныптың оқушыларына салдым. Иә, ұнайды дейін деп өзім жауап бердім. Сосын показать голоса дегенді басамыз. Сол кезде әзірге мен ғана жауап бердім. Сондықтан бұл жерде менің жауап бергенім көрініп тұр. Дәл сол секілді, оқушылардың да кім жауап бергендігін осы показать голоса арқылы көре аламыз. Бұл бізге неге керек? Көбінесе сынып жиналыстарын ұйымдастырған кезде ата-аналарға арналған сауалнамаларды осы желі арқылы алуға болады. Психологтар осы желі арқылы түрлі сауалнамаларды ұйымдастыруға болады. Сыныптан, қандай да бір пәніңізге қатысты сабағыңызда кері байланыс алатын болсаңыз, осы WhatsApp желісінің опросын пайдалансаңыз болады. Кәделеріңізге жарасын, менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.